200 теңгеге мешіт салған оқушының оқиғасы. Ақсақалдың амалы. Қарағанды облысына қарасты ауылдың бірінде болған ғибратты оқиғаны баяндап беруге бекіндік. Мектеп қабырғасында білім алып жатқан бір оқушының ықыласты амалының себебінен зәулім мешіттің құрылысы жоспардан бұрын аяқталыпты. Әдетте мешіт тұрғызу жұмысы бірнеше жылға созылады. Мұны тәжірибемізден жақсы білеміз. Алайда өрімдей баланың ерлікке пара-пар ісі маған да ерекше мотивация берді, деді ауыл имамы. Болған оқиғаны имамның сөзімен баяндайық. Көп жағдайда мешіт салу ісін демеушілер өз мойнына алады. Олардың қолы ұзын ғой. Қаражат болса, құрылыс қарқынды жүретінін айтпаса да түсінікті. Ал біздің қолымызда нақты қаражатта, техникада болған жоқ. Бір Аллаға тәуекел етіп, халықтың көмегімен үлкен мешіттің құрылысын бастап кеттік. Бір жыл 4 айда құлшылық үйінің құрылысын толық аяқтадық. Алла үйін бұлай тез әрі қиындықсыз бітіреміз деп ойламадық. Қазір ойлап қарасам, мешітіміз ықыласты адамдардың амалымен тұрғызылған екен. Құрылыс барысында көптеген ғибратты оқиғалардың куәсі болдым. Бір күні өзге өңірден ақсақал хабарласты. Шырағым, мен зейнет жасындағы адаммын. Ниет етіп мешітке арнаған ақшам бар еді. Соны қалай табыстаймын деп бірден шаруаға көшті. Мен болса 5-10 мың теңге беретін шығар. Оны қалай алдырсақ екен деп ойланып қалдым. Мен де сұрақты төтесінен қойып, қанша қаражат берейін деп едіңіз, ақсақал, дедім. Зейнет ақымнан жинап жүрген 100 мың теңгем бар еді. Соны Алла жолында мешітке бергім келеді, деп қатты ұялтты. Зейнет ақысынан басқа табысы жоқ ақсақалдың осындай амалын көргенде, шынында өз-өзіңнен ұялады екенсің. Табысы тәуір кісілер мұндай тәуекелге бара бермейді ғой. Бірде құрылыс басында жүргенімде бейтаныс кісі келіп, қолыма ақ қағаз ұстатты. Бұл қарттар үйіндегі бір әженің аманаты. Соны өзіңізге табыстау үшін арнайы келдім, деді. Қағазды ашып оқысам, жаңа мешіт құрылысына менің үлесім 2000 теңге деп жазыпты. Қарттар үйінде отырып біздің ісімізге сырттай тілеулес болып қана қоймай, қалтасындағы бар ақшасын беріп жіберген қарт әжейдің ниеті мен амалына Алла мол сауаптан жазсын деп іштей тіледік. Осыған ұқсас әсерлі оқиғалар көп болды. Соның ішінде маған әсер еткені бір оқушының ізгі ісі. Бастауыш сыныбында оқитын кішкентай бауырымызға ата-анасы күн сайын 200 теңге береді екен. Ол әке-шешесінің, балам, қарның ашып қалмасын, сабақ арасында су ішіп тоқаш жеп ал, деп берген 200 теңгесін мешіт құрылысына арналған қорға әкеп тапсырды. Бұл ісін бірнеше рет қайталады. Балақай, ата-анаң бұл ақшаны тоқаш сатып алуға берген болса, оны неге мешітке әкелдің, деп сұрадық. Ол, мешітке мен де үлес қосқым келді. Бұл менің ауылымның мешіті ғой, деп жауап берді. Балақайдың ақылы мен тапқырлықпен қайтарған жауабына ешқандай уәж айта алмадық. Ерлікке бергісіз іс. Бәрімізде бала болдық қой. Қолымызға аз-кем ақша тисе, дүкенге құстай ұшып, тәтті алып, балмұздақ жеп мәз болатынбыз. Алайда әлгі балақайдың түсінігі мен ісі бәрімізді таңқалдырды. Мектептегі
күнделікті тамағынан бас тартып, былайша айтқанда балалық қалауын жеңіп, сәби жүрекпен, кіршіксіз ниетпен мешітке деп әкеп тұрған 200 теңгесін өзіне қайтарып бере алмадық. Баланың шынайы ниетпен саналы түрде жасаған бұл әрекеті бізге үлкен мотивация берді. Балақайдың бұл ісінде үлкен қайыр бар және біз үшін өмірлік өнеге болуы тиіс деп ойладық. Сәбидің періште тілегі қабыл болады. Алла қаласа, осыдан кейін мешіт құрылысы қарқын алып, көп ұзамай ауыл тұрғындарының игілігіне беріледі деген жақсы ойда болдық. Сәті келгенде әлгі бүлдіршіннің жасаған ерлігі мешіт құрылысына тұрақты түрде қаржылай көмектесіп жүрген демеушілерге әңгімелеп бердім. Олар да бастауыш сыныпта оқитын баланың бұл әрекетінен қатты әсер алып, арасында мешітті біз емес, сол оқушы салдырып жатыр екен ғой. Ол шынайы ықыласымен өзіне еш нәрсе қалдырмай, қолындағы барымен бөлісті. Ал біз табысымыздың белгілі бөлігін ғана мешітке беріп отырмыз. Оның тәуекелі мен біздің тәуекеліміздің айырмасы жер мен көктей. Бір емес, бірнеше рет өз қалауын жеңіп, 200 теңгесін мешітке әкеп беруі ерлікке пара-пар іс, деп толғаныспен ой қозғады. Иә, адамның ниеті мен ықыласы сауап тұрғысынан, амалынан басым болады екен. Атақты табиғин Абдулла ибн Мүбәрактың, Алла оны рахымына алсын, мынадай сөзі бар: аз амалды ниет көбейтеді, көп амалды ниет азайтады. Пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, хадисінде айтылғандай, мұсылманның ниеті ісінен қайырлы. Алла тағала қиямет күні амал жазатын періштелеріне, пәленше деген құлымның амал дәптеріне мынаны жаз деп бұйырады екен. Сонда періштелер: уә Раббымыз, бұл пендеңнің ондай бір ісін жазбадық. Дәптерімізде ондай нәрсе жоқ дейді екен. Сол кезде Алла тағала: құлым мұны істеуге ниет қойған еді деп жауап береді. Міне көрдіңіз бе, адам баласы жақсы ниетімен-ақ жақсылыққа кенеледі. Оқушының жақсы ниетінің өзі керемет емес пе? Осы оқиғадан мынадай ой түйдік. Ізгі ниеті ұлық болған ұлдарымыз бар кезде біз Алланың қалауымен ешқашан жаман болмаймыз. Имам сөзін осылай тәмамдады. Бізде бұл оқиғадан көп сабақ алдық. Осы мақаланы жазу барысында Ақмола облысына қарасты ауылда имам болып жұмыс істейтін таныс кісімен сөйлесіп қалдым. Ниетімен 200 теңгеге мешіт салған оқушының амалы жайлы баяндап бергенімде, ол да әсерленіп, басынан өткен бір ғибратты оқиғаны әңгімелеп берді. Көлікке жинаған ақшасын мешітке берген. Ол кезде қызымның жасы небәрі 6-да болатын. Қыз әкесіне жақын болады деген сөзге бұрын мән бермейтінмін. Осы оқиғадан кейін қызымның маған деген махаббатын, қамқорлығын көріп, көңілім босап кетті. Имамдық ету халыққа қызмет жасау деген сөз. Халықтың қуанышы мен қайғысына ортақтасып, ары-бері шапқылап жүресің. Арасында отбасыңа да көңіл бөлуің керек.
олардың да ақысын бермесе болмайды. Әйтпесе бізде нақты демалыс күні жоқ. Ажал айтып келмейді дегендей, мешіттің сан әлуан шаруасынан бөлек кісі қайтыс болған үйлерде діни рәсімдерді атқаруын қажет. Осындай қарбалас жұмыс арасында уақыт тауып бала-шағаға көңіл бөлу әкенің міндеті емес пе? Бірінен соң бірі жалғаса беретін шаруаға жаяу шапқылап жүргенімді көрген 6 жастағы қызым қасиетті қағба секілді төртбұрышты ағаштан жасалған қорапшаға ақша жинай бастапты. Онысын маған айтпаған. Анасына осы қорапшаны ақшаға толтырған соң әкеме көлік әперем, жаяу жүріп әбден шаршады депті. Ниетінен айналмайсың ба? Жұма күні балаларыма сыйлық жасайтын әдетім бар. Жұма мұсылман үшін мереке болған соң бала-шағаға аз кем ақша беремін. Қызым өзіне берілген ақшаға еш нәрсе алмай, бәрін қорапшасына сала беріпті. Қазір ауылымызда жөндеуге келмейтін шағын ескі мешіт бар. Мешітке келушілер саны күн сайын артып келеді. Жұма айт намаздары кезінде мешіт былай тұрсын, ауласына адам симай қалады. Бір күні ауыл әкімдігі мен жамағатпен ақылдаса келе, аумағы үлкен жаңа мешіт саламыз деп шештік. Қай жерде жүрсем де халықты мешіт құрылысына көмектесуге шақырамын. Үйге келген қонақтардың да осы мәселе бойынша мазасын аламын. Мешітті бітірмей жаным жай таппайтынын сезген әлгі 6 жастағы қызым бірде: әке, мына қорапшадағы ақшаға сізге көлік әперем деп ойлағам. Бірақ осыны мешітке берсек қалай болады? Деп тосыннан сұрақ қойды. Мұны қайдан алдың? Неге мешітке бергің келіп тұр? Деген сұрағыма, сіз берген ақшаларды осы қорапшаға жинап келдім. Негізі сізге мәшине сатып алам деп ойлағам. Бірақ сіз үнемі адамдарға жаңа мешітке көмектесіңдер деп айтып жүрсіз ғой. Айтқаныңызды бірінші болып орындағым келді, деп жауап берді. Не айтарымды білмей қызымды құшақтап ұзақ үнсіз тұрып қалдым. Жүрегім елжіреп кетті. Осындай ақылды қыз берген Құдайға шүкір айттым. Көңілін қимай, ниеті орындалсын деген оймен қорапшаға жинаған ақшасын түгел мешіт құрылысына жұмсадық. Ауыл имамымен болған әңгімеге осы жерден нүкте қойылды.